кімнің болса да үрейін ұшырар дауыс қасқырдың ұлуы. Мұндай дауысты Қазақстанның көптеген ауылдарында естуге болады. Қасқырлар үйірімен жүріп малға шауып, малшыны бірталай шығынға ұшыратады. Бірақ бұған қарамастан қазақтар қасқырды киелі деп танып, оған жаман сөз айтпай сыйлап жүреді. Мұның мәні ежелден келе жатқан аңызда болуы да ғажап емес. Әйгілі тарихшы этнограф Жағда Бабалық сол бір аңызды бізге айтып бермекші. Аңызда ең алғашқы біздің ата-бабамыз аңыз бұл енді. Тырбыңдап жатқан жап-жалаңаш бір ұл бала жылап жатыр, шырылдап. Дереу бір қасқыр келіп, әгі баланы емізе бастайды. Аңызда осы жатқан бала Ашина дейтұғым біздің ата тегіміз, қазақтың ата тегі. Осы адамды емшегін беріп, сүтін беріп асыраған қасқырда біз құрмет етеміз. Қазақтың қасында жүрген иттен қасқырды жоғары санап, өзіне бір қатты ұнаған жанды көбінесе нағыз ер жігіт деп санағанын, мынау бір көкжал екен, көкбөрі ұрпағы деп осын айт, немесе абадан жігіт екесің деп мақтау айтып жататыны осыдан болуы керек. Көктүрік деген анау ертедегі 7-ші, 5-ші, 6-ші ғасырдағы Көктүрік мемлекетінің туының бетінде қасқырдың суреті бар. Осы сол Ашинаны баққан қасқыр деп құрмет қылып тұр. Біздің ата тегімізді қасқыр баққан, біздің ата тегімізді қасқыр тәрбиелеген деген бір ұғым тұр бұл жерде. Сондықтан қасқырды қазақтар көп жамандамайды. Итті жамандауы мүмкін әртүрлі сөзбенен, бірақ қасқырға келгенде ондай жаман сөз айтпайды қасқыр. Дейді тарихшы этнограф Жағда Бабалық. Қазақтың қасқырды сыйлайтынын үйіне кіріп барғаннан ақ байқайсыз. Анау төрде ілулі тұрған қасқыр терісі бірден көзге түседі. Төлеген Нұркеұлы неліктен үй қабырғасына қасқыр терісі ілулі тұрғанын айтып берді. Біздің үйдегі қасқырдың терісі 24 жылдай ілуде тұр. Негізінде түрік тектес халықтардың, оның ішінде қазақтар басқа жыртқыш аңдардан қарағанда қасқырды сыйластықпенен қарайды, ырымдайды. Үйге ілетін себебі сырттан келген қонақтың көзі қандай бір жағдайда үйдің ішіндегі бала-шаға адамдарға емес, сол ілуде тұрған жыртқыш аңдардың терісіне түссін деп ырымдайтын көрінеді. Сондықтан да мен де сол қазақтың біреуімін. Бұл енді әлде де біраз жылдар бұл үйде ілуде тұруға тиісті. Қасқыр терісін қабырғаға төрге ілудің сыртында үйдегі сәбидің бесігінің басына қасқыр тұяғын іледі. Бұл көкбөрі баланы суық көзден қорғар. Бала абадандай болсын деген тілектің белгісі секілді. Гүлзира Қасенқызы 2 қыз бір ұлын тәрбиелеп отыр. Ол қазақтың балалары төсегінің басына қасқыр тұяғын ілу дәстүрі туралы былай деді. Тұяғын енді үшбұрыштап алып, чорт кеспей. Балалар кішкентай кезінде бесігіне өзінің төсек орнына ілетіміз. Үлкейген кезінде қазір барлығына да төсегінің басына әдейлеп, қасқырдың тұяғын іліп, өзіміздің әдет ғұрпымыз үкімізді іліп, желбіретіп, ырымдап, осындай айбынды, құдіретті, қасиетті қасқырдың тұяғын көкбөріңдей айланып қоршап жүрсін деп білеміз. Түрік тектес халықтардың, оның ішінде қазақтың қасқырды киелі деп санап сый-сипат көрсететінін міне осыдан көреміз. Қазақ қасқырдың айбындылығына таңғала қоймай, ақылдылығын да алға тартады. Тарихшы этнограф Жағда Бабалық атамызға тағы сөз берсек. Бұл қасқыр ақылды хайуан. Бір қызық айтып берейін. Ана Шығыс Қазақстанда Күршім дейтін аудан бар. Жүрді Қайша дейтін бір ақсақал бар. Аң аулайды екен анда-санда. Қасқырға қақпан құрып қойып едім дейді. Қақпанға қасқыр түсіпті де бір бұтаға тоқпақ ілініп қап сол жерде тұр екен қасқыр. Жанына бардым, қасқырдың жақын бардым да, қолындағы шаңғының таяғын былай ұсынып едім, сақ еткізіп тістеп тартты дейді.
Және ұсынып және ана басындағы қалпағын жұлып алды дейді. Содан таяқты шаншып қойып қарға мойнындағы мылтықты ұсынсам тістемейді дейді. Жалтақ қарайды. Қайтадан таяғымды ұсынсам оны сақ тістейді. Енді мылтықты қайта ауыстырсам жоқ оны тістемейді. Демек ол мылтықты біліп тұр, мылтықты танып тұр. Ол оқыған қасқыр ғой. Осылай қазақ қасқыр қаншама үрейін ұшырып малын шығындаса да, оны құрмет тұтып айбынды деп мадақ айтып сыйлаған ұлт. Өміргүл Дәлелқызы, BBC Алматыдан.